Сәлем досым. Бүгінгі тақырып уақыт және оның өлшем бірліктері. Уақытқа қатысты фразеологизмдер. Уақыт деген не? Ол не үшін қажет? Бұл сұрақтар сендерді қызықтыра ма? Уақыт дегенде көз алдымызға сағат немесе өтіп жатқан өмір елестейді. Ал расында уақыт дегеніміз бұл еш нәрсемен анықталмаған үздіксіз шама. Оны өлшеу үшін әдетте мерзім, оқиғалар тізбегі пайдаланылады. Уақытты өлшеу, зерттеу астрономияның бағыты. Уақыт жылдардан, жылдар айлардан, айлар апталардан, апталар күндерден, күндер сағаттан, сағаттар минуттардан, ал минуттар секундтардан тұрады. Бұл өмірде бәрі өлшеулі, санаулы болады. Уақыттың өлшемдері бар. Бір жылда 365 немесе 366 күн бар. Бір жылда 12 ай болса, әр айда, яғни бір айда 30 немесе 31 күн бар. Тек ақпан айында 28 және 4 жылда бір келетін 29 күн бар. Бір айда 4 апта, ал бір аптада 7 күн бар. Бір күнде немесе бір тәулікте 24 сағат бар болса, бір сағатта 60 минут бар, ал бір минутта 60 секунд бар, ал бір ғасырда 100 жыл болады. Досым, қазір мен айтқан уақыт өлшемдерін жаттап алғаның жөн. Қазақ халқының уақытты тануда өзіндік түсініктері қалыптасқан. Ұлттық ұғымымыздағы уақыт мерзімдерінің қазіргі өлшем бірліктерінен көп айырмасы жоқ. Мәселен, бір сәт, қас қағым, ауызды жиып алғанша, дегенше деген тіркестер бір секундтық өлшемнің белгілері. Сол секілді сүт пісірім уақыт пен шай қайнатым минуттық өлшем болса, 5 сауым уақыт, ет пісірім уақыт сағаттық өлшемдер болып келеді. Сонымен тәулік, ай, жыл өлшемдерінде де анықтайтын тіркестер бар. Мысалы, ертең қара кешке дейін. Күн ұзақ, ұзынды күн. Бұлар күні бойы деген мағынасын білдіреді. Яғни, бір тәуліктегі уақыт түстік жер азаңнан түске дейінгі, яғни жарты күнді білдіреді. Апталық жер 7 күндік қашықтықты білдірсе, айлық жер немесе айшылық жер атпен жүргенде бір ай шамасында жетуге болатын қашықтықты білдіретін халықтық өлшем. Бір мүшел дегені 12 жыл, ғасыр 100 жылды білдіреді. Сонымен қатар кешкі уақытты апақ-сапақта, екі кештің арасында ел орынға отыра көз байланар, байланбаста, күн ұясына кірерде, қара көлеңке, қараңғы түсу, қас қарайғанда, қызыл іңірде деген тіркестермен берген. Қараңғы түн мағынасында қолданылатын фразеологизмдер ай қараңғы, жеті қараңғы түн, көзге түртсе көрінбейтін көрдей қараңғы. Таң ату мағынасында қолданылатын фразеологизмдер ала таңда, құлқын сәрде, таң алагеуімде, таң ата, таң белдеуленіп атып келе жатқанда, таң бозарғанда, таң білінер білінбесте, таң сәрде деген тіркестермен де берген. Досым, қазақ ұлттық танымдағы уақытты, кеңістікті тануға арналған тұрақты тіркестер өте көп. Оларды жатқа білсең, сөздік қорың байи түспек. Сәттілік!